Ассалаумағалейкумдер. Бүгін бізде Lincoln навигатормен екен, мен точно білмеймін аты қандай екен, бірақ осындай необычный көлік бізде. Көліктің қозғалтқышы 6-да 2 литр. Шамамен бұл автокөліктерде проблема қазір бізде 1-2 цилиндр жасамайды. 1-2 цилиндр жасамағаннан кейін көлік өзін дұрыс жолда дұрыс ұстай алмай жүр. Мысалы үшін 140-150 км сағатына оборот 5000-да тұрады дейді. Көліктің осындай массив топ білет. Бұл көлікті қазір ішін ашып қарайық. Ішін ашып қарайық қазір. Опа, міне американская мечта деген. Американдық адамдардың өмір салтын көрдіңіз бе, қандай өздерін сыйлайды. Барлығы сағатына шейін бар ішінде. Артық сиденье енді иесі әуежайдан келген сияқты. Так, біз кілтті ашып жібереміз. Көліктің ішкі дүниесін бір қарап өтіңізші. Қандай әдемі. Сағатқа приборларын қарасаң, кәдімгідей менің машинам болсын шегіндей ұқсап тұр. Мінекей автокөліктің іші деген қалай айтсам бар, асты бейті, мына салон панельге шейін, рулі шейін тап-таза, бежевый салон екен. Енді арт кішкене шашылып жатыр, өкінішке орай. Енді әуежайдан түскен сияқты. Автокөлікте қалай проблема? Айта кеткендей, 1-2 цилиндр жасамай тұр. 1-2 цилиндр жасамағасын көлік өзін жолда дұрыс ұстамай келатыр дейді. Қазір соны біз диагностика түсіріп, мотор тестермен қарайтын боламыз. Мына көліктің ішіне әдемілігіне қосып көреміз. Көлікте бізде ABS шанттар, Air Suspension Off, Air Suspension Off деген воздухпен жасайтын подушкалар жасамай тұр дейді. Міне түсініп тұр дейді. Көлік қазір кішкене бүйтіп қалдырап тұр. Антизанос шант тұр. Tire Pressure Monitor Fault дейді. Ол деген бізде датчик шин жант тұр дейді. Проблема. Автокөлікте қазір біз гаражға кіргізетін боламыз. Гаражға кіргізгеннен кейін ішінде мотор тестімен диагностикасын салатын боламыз. Көлікті кіргізейік ішке. Көлікті кіргізіп тастайық. Американдық көлік не дегенмен комфорт қой. Сиденьнің өзі алға қарай сырт бүртік. Кішкене жыл сиденьімді ары қарай орындығымда алға қарай жылжытып алайын. Так, бізде дема дойы мына автокөліктің отырғышынай комфорт. Қазір көреміз. Шынымен де байқалады екен. Автокөлік жүрген кезде, дәке, салам алейкум тағы да. Енді бір ямаға түсіп кетпек. Шынымен де дыға салған кезде кішкене перебой бар екен. Ойбай, бісміллә. Опасно екен бұл. Так. Парктроник. Автокөлікті. Менің машинам болсын дегендей көлік екен шынымен де. Так, сөндіреміз. Кілт ішінде тұра берсін. Бәрін сөндірдік. Енді гаражымызды жабамыз. Автокөліктің массивті түрі болғасын. Мен гаражыма да сыймай тұршы болсын. Мінекей, бұл автокөлік
екі келген түрі. Біздер қазір диагностика сканерімізді аламыз. Бізде американдық Линкольн навигатор. Ол үшін зажигайын ашамыз. Бұл 2007 екен. Powertrain Control Module дейді. Көліктің компьютеріне кіреміз. Зажигание қостым. Компьютер ойлануда. Вин кодына шейін бар, двигатель 5-4 екен. Кешірім сұраймын, мен 6-да 2 десем 5-4 екен. Себебі американдықтың барлығы 6-да 2 мен жүреді. Сондықтан мен 6-да 2 мекен десем 5-4 екен. Поток данных. Поток данныхпен қазір вычислять істейміз. Қайтса екен. Зажигание қостық. Зажигание қосқаннан кейін так, форсунка бізде. Форсунканың шашуы өте нашарлау. Көлікте 2 цилиндр жасамай тұр, шамамен. Оны енді мотор тестер анықтайды. Как всегда, компьютер диагностикада ошибка тіпті басқа жер. Система улавления паров бензина ол деген. Ана клапан, крышканың клапаны, бензобактың клапан деп көрсетіп тұр. Ол одан емес. Тест готовность ОБД, система не завершен дейді. Ол да проблема одан емес. Бұл жерде бір 4 цилиндр отказ беріп тұрған сияқты, да? Менің ойымша. Проблема одан емес. Көлікті оны ендеше сөндіріп, сканерімізді шешейік. Сосын капотымызды ашайық. Біздер деген өте басқа жерді іздеп отырмыз. Так, бісміллә. Мәссаған. Үлкендігін ай. Үлкендігі соншама, тіпті цилиндрлер тауып алмай жатып шын айтсам. Қай жерде тұрған? Бізде бұл жерде свечной провод. Провод емес. Катушкамыз таптық. Катушкамыз тапқасын енді астыңғы жағында защита бар ма екен? Защита жоқ екен, жақсы. Защита болмағасын. Защита жоқ. Көліктің асты. Біз баяғыда мен сырлап кеткенім ғой, маған келген көлік екен ғой. Қазір біз лазерді мотор тестермен тексеретін боламыз. Себебі мен алдыңғы жыл келдім дегендей мен нанбай едім, келген екен шынымен де. Бұл жерге мен метка салып тұрмын. Қай цилиндр дұрыс жасамай тұр, қай цилиндр дұрыс жасап тұрған. Қазір біз мотор тестер қосып, осы жерден лазермен ұстаймыз. Лазермен ұстағаннан кейін қай цилиндр дұрыс жасамай тұр, форсунка ма ол, катушка ма ол, клапандар ма, немесе зажигание ма, немесе компрессор ма, компрессия ма екен бақылайтын боламыз. Бұл жерде коленвал, датчик, автомат коробканың қасында шығар. Мен қателеспесем, маховиктің ішінде шығар. Бізге қиындау болады оны қалып. Сондықтан мен оңай болсын деп бұл жерге сырлаппын. Осын қазір мотор тестермен тексеріп қарайтын боламыз. Мәшінді мен қыздырам. Қыздырғаннан кейін лазермен наводить етем. Осылай. Бірінші ол үшін бірінші катушканы суырамыз. Бірінші катушка міне бізде мында тұр. Ал болты болса мында тұр. Соны қазір біздер шешетін боламыз. Себебі бірінші датчикті, бірінші катушканы алғанның себебі бұл жерде синхронизация жасаймыз.
бірінші цилиндр жоғарыда ма астында ма, содан кейін астындағы коленвалдан сигнал аламыз. Көлік капот ондай қатты үлкен болғанымен мотор кішкентай екен, 8 цилиндр болса да. Ашайық. Болтымыз түсіріп болмайық. Себебі жерде болт түссе тауып алмай қалатын шығармыз. Потому что өте мотор лабиринт болып жатыр. Так, катушканы суырдық. Енді қалғаны енді катушканың өзін суыратын боламыз. Проводный өте ыңғайсыз. Так, мінекей, бұл соның катушкасы. Жалпы сырт жағында жыртық ондай жоқ. Осылай міне қазір мотор тестерді қосып, кабельдерді жалғайтын болам. Өзін тексеретін боламыз. Катушканы алдық. Катушканың проблемасы осында. Мына катушканың де шашаған сияқты ма, қатып қалған, біреу жұмсақ. Ол үшін бұны тағы басына кигіземіз. Басына кигізгеннен кейін бізде арнайы дәл осындай газельдің свечной проводын саламыз. Бұл бізге не керек? Бұл бізге синхронизация жасау үшін керек. Синхронизация деген катушканы тоқтан беріп тұрма, бермей тұрма, соны байқаймыз. Оның басын осылай жалғаймыз. Мінекей, өстіп жалғадық. Енді келесі біздер 2, 3, 4, 5 беске жалғаймыз. Так, синхронизация. Жаңағы катушкаға жалғағанымызды осы жерге тығамыз. Міндетті түрде аккумулятор қосу керек. Аккумулятор қосамыз. Плюс пен минус. Сосын диагностикама кіреміз. USB осциллографқа кіреміз. Неге менің ең жақсы көретін лазерный датчигім. Лазерный датчик. Лазерный датчикті біздер онда тақаймыз. Неге? Лазер бетіп коленвалға тақаймыз. Коленвал қосылып тұрған кезде сонда информацияның барлығын осы датчик айтатын болады. Так, режимы КСС. Ал енді көлікті қыздырамыз.
8 цилиндрлі автокөлік. 8 цилиндрлі автокөліктің біріншісі, жетіншісі, алтыншысы және 4-ші цилиндр отказ беріп тұр. Бұл компьютердің өз сөндіріп тұр. Себебі берген шашқан газды, шашқан бензинді жағалмай қалып тұр. Жағалмағаннан кейін 4 цилиндрді американдық көліктерді Lincoln, Cadillac Escalade, GM, Ford'тарда 4 цилиндр автоматты түрде сөндіреді. Себебі жағалмағаннан кейін. Бұл автокөліктің енді проблемасы, қорытынды проблемасы тек қана 4 свечтен 8 свечтен ауыстыру керек. Свеч жағалмай тұр, арзан свеч тұр қарағаннан кейін. Соны ауыстырып айдап көру керек. Нағыз егер одан да проблема кетпесе, онда мотор тестермен компрессия өлшейтін боламыз. Ол уже компрессия өлшегеннен кейін мүмкін цептің созылуы да мүмкін. Себебі цеп созылғаннан кейін үстіндегі распред балдачик пен коленный балдачиктер меткілері қашып кетеді орнын. Қашқаннан кейін көлікте 4 цилиндр сөндіруі мүмкін. Сондықтан моторды ашпай бірінші свечи зажиганиелерін ауыстырып көрсін клиент. Барлығы сәтті болып, жақсы болып жатса, онда автокөлікті жайына қалады. Егер 8 свечтен ешқандай пайда өзгеріс болмаса, уже компрессор, мотор тестермен компрессиясын, клапанын, фаза газа распределения бұл деген клапандарын уже меткілерін қарайтын боламыз. Осылай көліктің диагностикасы осылай өтеді ағайын. Хоть ЗИЛ болсын, КАМАЗ болсын, дизель болсын, бензин болсын, пропан, метан болсын, барлық автокөліктердің диагностикасын сала аламыз. Барыңызда рахмет достар. Қосып, міне диагностикамыз өтті. Менің ойлайтыным себебі бұл жерде цепті созылған сияқты, менің ойымша себебі шырылдаған дауыс бар, клапандарды ұрып тұр, стук беріп. Сонда да штук 2000-нан қазір каталог бойынша свеч алатын болады. Алып, жігіттер ауыстырып беретін болады. Нағыз одан кетпесе, онда қайта қараймыз, қайта өңдейміз, қараймыз, табамыз ауруын. Осылай, жігіттер, барлығыңызға рахмет. Диагностика Lincoln навигатордың осылай сәтті өтті. Қазір біз иесіне звондап хабарын айтатын боламыз. Хабарласыңдар достар.